Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа жабуға арналған баклажан салатын рецептісімен бөлісемін. Қысты күні өте керемет желініп кетеді, әрі өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: баклажан, қызанақ, яғни помидор, сарымсақ, укроп, қызыл болгар бұрышы және де пияз қажет болады. Барлығын жуып тазалап аламыз. Бірінші кезекте біз сиробын дайындаймыз. Ол үшін осындай үлкен кастрюльімізді газға қойып, осы стаканмен өлшейтін боламыз. Сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді осы стаканмен жарты стакан құмшекерімізді саламыз. 2 ас қасық толтырып тұз саламыз. Және де дәл сол стаканмен толтырып 2 стакан су құямыз. Дәл сол стаканмен толтырып сұйық майымызды құямыз және де араластырып, мен видеода көрсетілгендей осылай кастрюльді айналдыра отыра араластырдым және де қайнағанша отта қалдырамыз. Осы кезде біз көкөністерімізді турап дайындаймыз. Біздің сиробымыз қайнағанша бірінші кезекте осылай пияздарымызды видеода көрсетілгендей ортасынан бөліп, және де жартысын осындай 3 бөлікке және тағы да ортасынан бөліп үлкенірек қылып турап аламыз. Баклажандарымызды да үлкенірек қылып тураймыз. Салатқа қажетті заттарды мөлшерлерімен бірге видео астына описание бөліміне жазып кететін болам. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Міне осылай үлкенірек болып турағандары жақсы, себебі біз бұны қайнатқан кезде көлемдері кішкене ұлғаятын болады. Қызанақтарымызды үлкенірек қылып тураймыз. Видеода көрсетілгендей осы жарты бөлігін 2-3 бөлікке бөлсеңіздер жеткілікті. Алдын ала осылай барлығын турап дайындап аламыз. Енді қызыл болгар бұрыштарымызды да осылай үлкенірек қылып турап шығамыз. Өте дәмді салаттардың бірі, өзіме қатты ұнайды. Бір салсаңыздар дастархандарыңызда жоқ болатын салаттардың бірі. Барлығын міне осылай турап дайындап алдым. Осы кезде біздің сиробымыз қайнап шықты. Енді осының үстінен турап дайындап қойған пиязымызды, қызанағымызды және де баклажандарымызды салып, бетін жауып қайнағанша қалдырамыз. Қайнағаннан кейін осылай кішкене араластырамыз. Жақсылап араластырып, қызыл болгар бұрыштарымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Бұл баклажанмен жасалатын салат болғандықтан сіздерге асықпай барлығын түсіндіріп жатырмын. Және де бетін жауып 40 минут қайнататын боламыз. Және де осы уақыт аралығында міндетті түрде арасында осылай араластырып тұрыңыздар. Астына жабысып қалуы мүмкін. Жарты сағат қайнап шыққаннан кейін ұсақтап туралған укропымыз бен чесногымызды салып, араластырып 10 минут қайнатамыз тағы да. Осы порциямен менде 1 литрлік банкімен 5 банкі шықты. Сонымен толық бізде 40 минут қайнайдық. Содан кейін өшіретін кезде осындай қара домалақ қара бұрыштарды және де лавр жапырағын қоссаңыздар болады. Мен ұмытып кетіппін. Және де міндетті түрде 9% немесе 70% уксустан жарты шай қасық қосып жібересіздер. Бұны қосқаннан кейін қайнатудың қажеті жоқ. Бірден газдарыңызды өшіре бересіздер. Осымен біздің баклажаннан жасалатын салатымыз дайын. Енді осыларды жаңадан осылай ыстықтай стерильденіп тұрған банкілерімізге салатымызды ыстықтай құйып, арнайы банка жапқышпен жауып тастайтын боламыз.
Баклажан болғандықтан көбісі қорқып жатады. Еш қорықпастан жасай берсеңіздер болады. Тексерілген рецепттердің бірі, өте керемет болып шығады. Өзіме қатты ұнайды. Нанмен жегенге өте дәмді салаттардың бірі. Міне осындай банка жапқышпен жауып аламыз. Крышкасы бұралып жабылатын банкіге де жабуға болады. Біз өзіміз бірақ жылда осындай закрывашкамен жабылатын банкіге жапқандықтан осыған үйреніп қалғанбыз. Банкымыздың дұрыс жабылғандығына көз жеткізіп, тексеріп, банкілеріміздің барлығын жауып алғаннан кейін төңкеріп қоямыз да үстін қалың одеялмен жауып бір күнге қалдырамыз. Бір күн өткеннен кейін салқын жерде, яғни подвалда болсын сақтай берулеріңізге болады. Мен өзім подвалда сақтаймын. Осымен біздің салатымыз дайын. Видео ұнаса каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.